Күйеу бала. Оның үйленгеніне небәрі 20 шақтағы күн болған еді. Бұдан біраз бұрын келіншегінің төркінен хат келді. Жақында барамыз депті. Әке-шешесі келетін күні Шакира абыржумен болды. Жұмысқа қолы бармай, істеген ісінің бәрі өнбеді. Жүрегі тай-тай тулап секіре бергісі келеді. Ал Камардин оларды қалай қарсы аламын, не деп сөйлеймін деп ұзақ күнді уайым жеулі. Ақыр қонақтар келді. Түркіні келгенде ербиіп екеуміз-ақ күтіп алмайық деп Шакира өзімен бірге оқитын бір-екі курстас қызын, Камардин бір жолдасын ертіп келген. Бір кезде сыртқы қақпа шиық етіп ашылды да бірнеше адам дабырлай кірді. Осы мекен өзі? Осы 133-ші үй деп тұр ғой. Үй жоқ па? Жоқ, жүре бер. Келді деді. Шакираның көзі оттай жайнап кетті. Жүріңдер, шығайық, жүріңдер. Камардиннің алақаны сол сәтте-ақ терлеп сала берді. Тұла бойы шымырлап демін терең бір алды да, сонан соң Шакираның артынан асықпай басып сыртқа беттеді. Ол жолдас жігіті екеуі далаға шыққанда, келушілер Шакираны ортаға алып қалған екен. Айттым ғой, ол жылайды деп. Енді қойдырып көр, деді Камардин іштей. Шакира туралы ұят болды-ау, мына көршілерден даусын шығарған несі? Олар Шакираны айналысып толғанысып жатыр. Анасы болар, әне бір ақ жаулықты кәрі кісі орамалының ұшымен көзін сүртіп өксіп жылайды. 2-3 кішкене бала бұлардың сыртында аңтарылып тұр. Камардин өзін жалғыз қалғандай сезінді. Мына жұрт бұны көзіне де ілмейтін сияқты. Дәл осы кезде көп кісінің ішінен ашық дауысы саңқылдаған бір келіншек суырылып шығып бұған қарай жүгірді. Әй, ойбүй, мұнда тұрған күйеу баламыз ба? Қарадай үркіп тұр ғой өзі. Жақласаңшы бермен, деді сақылдай күліп. Тайлы тұяғымен қайын жұрттың келіп жатқанда сұқсиып тұрғаным мейлі енді. Шаңырақтарың құтты болсын. Келіншек Камардинді емес, оның жолдасының қолын алып бетіне сүйді. Ол жігіт қолайсызданып қолын тартып алды. Жеңгей, күйеу балаңыз мынау тұр, деді Камардинді көрсетіп. Қысылғанын ол да қызарып маңдайы тершіп шыға келді. Не дейді? Байғұсу, деді ол шошып кетіп. Мейлі, Құдай сен де осыған жеткіздісін қалқам. Міне, бүгіннің күйеулері осы. Міне, шырағым-ау, бері келсеңші. Бөтен деп өгейсіме-ақ қой. Мен Шакираның туған жеңгесімін. Бізге Шакира кім, сен кім? Осыдан соң Камардинмен бәрі де амандасып шықты. Шакираның әкесі мен шешесі оны өз баласындай аймалап, олар да көздеріне жас алды. Құдай алдарынан жарылқасын, көсегелерін көгерсін жарқыным деп, кемсеңдеген қарт кісі бетінен сүйгенде, бұған бірнеше жыл бұрын дүние салған өз анасы есіне түсіп, Камардиннің де көңілі босап кетті. Қонақтар әлі жайғаса алмай шаң-шұң сөйлеп жатыр. Біреу бір нәрсе айтса, екіншісі мүлде басқа нәрсені айтады. Енді бірі жолдың ауырлығын қажып, төр алдында көсіліп жатыр. Бала-шаға шуылдап Шакираның төңірегінде жүр. Шакира да олардың әрқайсысының сұрағына жауап беріп, я деп қояды. Ал күйеу бала қайда жүрсің? Деді баяғы жас әйел ашық дауыспен. Мұнда келіп отырсаңшы, мұна жұрт көрсін, сөйлесейік. Қария болса жоқ екен, енді өзің қариясың, өзің бассың. Ой, Танагүл-ай, сенің аузыңда тыным жоқ екен. Ұялта бермесеңші. Маналы бері қол қусырып үнсіз отырған оның күйеуі сөзге араласты. Қойшы, әйелдің тірлігіне сен араласпашы осы. Ол жағын өзіміз білеміз. Ұялып немене? Келіп отыр дегенге ұялама. Әй, Камардин, бері кел. Сыртта тұрған Камардин ұяла басып ішке кірді. Қандай өктем сөйлейді мына жеңгей? Әлде ашық жарқындық деген осы ма? Әй, Күлжихан, жездеме барам, жездем көрем деп қоймаушы едің ғой. Міне, мынау отырған жігіт жездең болады. Ол қасында отырған 8-9 жасар қызды түртіп қалып. Ал бар, құлағынан тарт, қалтасын қара, сырғалып бер де. Жас қыз ұялып әкесіне қарай тығыла берді. Ой, аншық, айнымай қалған нағашы апасына тартар ма? Осыған қарағанда ол өз төркінін онша жақсы көрмесе керек. Оның несі ұят? Одан ешкімде кедей болып қалмайды. Тек ата-бабаның жоралғысы, сонысы ғана қызық бізге. Сенің де білмейтін заңың жоқ екен. Қойсаңшы.
құстай сайрамай, деді күйеуі де. Жездесі екенін сен айтпасаң да біледі ғой ол. Жезде, жезде, деді Камардин іштей әлденеше рет қайталап. Қандай жат әрі қандай салқын бұл кісілер, мұны айтпай-ақ қойса қайтер еді. Осыдан соң Камардин қарсы алдында отырған әйелдің сөзін амалсыз езу тартып, ара-арасында бас изеп қойғаны болмаса түк те ұққан жоқ. Басында жезде деген бір-ақ сөз ызыңдап тұрды да алды. Күн батып үйге шам жағылған соң Камардин әлденені сылтауратып тысқа шығып кетті. Аспанға бұлт үйіріліп жаңбыр сіркіреп тұр екен. Ол бейне бір тұтқыннан босанғандай салқын ауада кеудесін кере бір дем алды. Үйден табырлай сөйлескен дауыстар естілді. Осы кезде ол желке тұсынан Камардин деген Шакираның дауысын естіді. Ау, сен неге шықтың? Ят қой, үйде отыра берсеңші. Мен қазір кірем. Бірақ сен біртүрлі сұлық отырсың ғой. Немене? Олар саған ұнамай ма? Жоқ, неге? Бұл не дегенің? Үнсіз отырдың да алдың, деді Шакира оңайған үнмен. Сенің сол мінезіңді көріп бәрі де, әсіресе ағам мен әкем үнсіз қалды. Тым болмаса, ана туған інілерімді еркелетсеңші. Шакира, мұныңа қарсы емеспін. Құдай ұрсын, білмей отырмын. Қайсысы сенің туған інің? Сен әлі білмейсің бе? Жоқ. Ана төргі жақта әкемнің қасында отыр ғой, сол. Жарайды, бара бер, мен қазір. Шакира қайта кіріп кетті. Сәлден соң Шакира көрсеткен әлгі бала далаға шықты. Мұны жүрген Шакира ой деп ойлады Камардин. Көрейік, қалай сөздер екенбіз. Ау, сен неге шықтың? Деді Камардин көңілсіздікті осы үнмен сілкіп тастамақ болғандай даусын көтере сөйлеп. Әшейін, сені кім жіберді? Әпкем жіберді. Рыға тілі келмейді екен ғой, деді Камардин тағы да өз-өзіне. Әрине, әлі жас қой. Атың кім? Сайлау. О, жақсы екен. Кімнің баласысың? Атамның. Атаңның аты кім? Ей болсын. Дұрыс, ой айналайын. Камардин оның арқасынан қақты. Жоқ, түк те шықпайды, деді ол іштей. Қандай салқын айтыла салған сөз, айналайын. Ешқандай да жылу жоқ. Оның үстіне мен бұл баланың түрі қандай екенін де білмеймін ғой. Сөйте тұрып мен оны жақсы көрмекпін. Жақсы көруге тиіс сияқтымын ғой. Ой, қандай қиын. Тек бұл бала емес, мен анау іште отырған барлық адамдарды жақсы көруім керек, сыйлауым керек. Егер автобуста кездесе қалса, арырақ отырыңызшы дейтін мүлде таныс емес жандарға енді көре салған жерде бұрылып келіп сәлем беруім керек. Өзінің денсаулығын, үй ішінің амандығын, кішкене балалардың халін сұрауым керек. Тіпті сол балалардың атын тегіс білуге және бұларда ағайын туысқандардың бәрін тануға тиіспін. Шым-шытырық неткен дүние бұл. Ол темекісін лақтырып жіберді. Сөнбеген шоқ ағаш бұтақтарына соқтығысып, майда ұшқындар жан-жаққа шашады. Ол аула ішінде сандалып біраз жүрген соң үйге қайтадан беттеді. Камардин бөлмеде толып отырған адамдарды тағы да еске алды. Әрине, олар дабырласып отыр. Араларында менің жоқ екенімді естеріне де алмайтын шығар. Әні бір жеңге, ашық жарқын ба қалай өзі, келе сала ақтарылып жүре берді ғой. Бірақ жезде деген құлаққа қалай түрпіде тиетін еді. Қария болса жоқ екен деп те тастады өзі. Қандай қатал сөйлейді. Менің әкешем жоқ екенін тап басып тұрғандай. Тағы кімдер еді? Оның ар жағында отырған. Күйеуі стол жанында қол қусырып отырғаны Шакираның ағасы. Онан әрлеу әкесі, шешесі, тағы бір-екі ағайындары, бала-шағалары. Ол үйдегілердің есімдерін еске түсіріп көрді. Ойында бірде-бір қалмапты. Масқара, енді не істемекпін? Әлде Шакирадан сұрайын ба? Камардин ақырын басып есікке таянды. Үй қапырып толып кетсе де керек, ол терезені ашып тастапты. Іштен дабырлаған дауыстар естіліп тұр. Ол терезе алдында жақындады. Үйден ыстық лебес еді. Қарашы, бәрі де көңілді отыр. Мен бармын ба, жоқпын ба, оны елеп жатқан ешкім жоқ, деді ол әлгі ой тағы қайталап. Бірін де танымаймын, бәрі де бөтен. Оларға бәрібір. Егер Шакираға басқа біреу үйленсе де, бұлар сол жігіт үйіне дәл осылайша барып отырар еді ғой. Ол ішке кірейін деп ойлады, бірақ шырмалып қалғандай аяғы алға жылжыр емес. Әй, арырақ отыршы, күйіп кеттік қой, жүдә, деген Танагүлдің даусы естілді. Бір кеңірек үй тапса қайтетін еді. Келім-кетім кісі бар. Камардиннің жүрегі дір ете қалды. Осылай айтатын біліп едім бұлардың. Сыншы емес деп еді. Бұдан артық қандай сыншы керек? Келін шырақ, деді бір салқынды үн. Олай деп керегі не? Ер жігіт аман болса, бәрі де алда емес пе?
ойнап айтса да ойындағысын айтады деген бар. Естіп қалса ұят қой. Келіп отырғанымыз өз баламыздың үйі екен, оның несіне сынаймыз? Есік алдында тұрған Камардиннің жүрегі жылып сала берді. Бұл кім екен? Шакираның әкесі ғой. Қандай жақсы кісі еді. Шынында да тар десе тар дейтіндей ақ екен. Ыдыс-аяқтары да жетіспейді деген Шакираның ағасының даусы естілді. Ертең қаланы аралап үйге керектің бәрін мына Танагүл екеуміз алып келейік. Жаңа үйленген жас бала қайдан төрт жағы сай бола қалсын? Үйдегі көрпе мен жастықты ана құс кілемді ала келейік дегенде өзің ғой. Керегі жоқ. Қажет болып бара жатса сол жақтан аламыз деп бой бермеген. Енді келіп мына сөйлеп отырған әлгі жеңгей ме? Бұл қалай? Әлгінде ғана бізді кінәлап отыр еді. Енді егіле сөйлеп отыр. Қалай түсінуге болады өзін? Қызық-ау. Бізге осының өзі де қуаныш қой. Бұдан да шүкір, деді Шакираның анасы сөзге араласып. Бала болса әлі жас, күйеу демей-ақ қояйықшы. Өзіміздің бала ғой ол да. Келген сайын көсіліп, аунап-қунап кеткенге мәз болмай, қолдарының ұшын беріңдер түге. Бәрің де өстіп үй болғансыңдар. Я, деді Шакираның әкесі. Ауылға барған соң біраз қаражат жиып үй сатып әперейік. Ақша жетпесе сен, деді ол Шакираның ағасына. Ана екі сиырының біреуін сат. Ана ауылда қалған Сыпатай да қарап қалмас, қол сілтер. Москвич алам деп елпеңдеп жүр ғой. Бір жылдан соң қалар. Әрине, ой алмасы да ендігі жыл алар. Сөйтіп көмек беріп аяғынан қас тұрғызып жібермесек, екі бала өзімен-өзі болып кетеді ғой. Үйдегілер осы жөнде қызу әңгімелесіп жатыр. Тіпті дауыс көтеріп айқайласып талады. Бұл жерде көп тұра беруді қолайсыз көріп Камардин кейін шегінді. Апырау, мына кісілер шынымен сөздері қалай жылы. Бірақ маған ондай қамқорлықтың керегі жоқ қой. Әйтсе де мен өз балаларымдай санайды-ау. Оның жүрегіне бір түрлі жылылық енгендей болды. Жаны жадырап, бойы сергіп қалды. Дәл осы кезде Камардин анау іште отырғандардың бәрін жақсы көріп кетті. Демін терең бір алып ішке кірді. Ол мүлде жаңа ортаға, жаңа дүниеге еніп бара жатқандай болды. Авторы Дулат Исабеков. Күйеу бала. Оқыған Мұхтарбай Қырмызы. Арнам ұнаса тіркеліп қолдау білдіріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.